Сәлем достар, мен тұлғалық даму жайлы өзімнің өмірде оқыған, пайдалы болған кітаптарыммен де бөлісіп жүрсем деген ниетпен аудиокнига ретінде оқыған білімдерімді бөлісіп отырамын деп шештім. Бүгін Сайтмұрат Давлатовтың кітабына тоқталатын боламын. «Долги тают на глазах» атты кітабынан автордың басынан кешкендері, кітап жазуына түрткі болған оқиғалар жайлы айтатын боламын. Бұл кітапты шығаруына не себеп болды, не жағдай болды, өмірлік тәжірибесінен алынған. Ол кісі жаңағы өзінде үлкен қарыз алған, жан-жақтан қарыз алған адамдары, қарыз берген кісілері сұрап тыныштық бермейді. Бұл кісі ешқайда қашып кетпейді, халыққа уәде беріп, уәдесінде тұрып, сол қарыздарынан құтылуға тырысады. Қарыздарын құтылу схемасын қалай жасады? Жылдар бойы елдерге қарыз берген кезде оларға қандай сөздер айтты? Оларға уәдені қалай берді? Өз сөзінде тұрды ма? Не істеді? Қандай қиындықтарды көрді? Барлығын осы кітапта жазып өтеді. Солардың әрқайсына жеке мен сіздерге тоқталамын. Мүмкін сіздердің де бастарыңызда құтыла алмай жүрген қарыздарыңыз бар шығар. Үлкен сабақ болады деп ойлаймын. Негізі бұл кітаптан біздің аларымыз мол. Енді Сайтмұрат Давлатов ең бірінші өз тарихын айтқан кезде адамда ең алдымен ниет болу қажет дейді қарызды құтылуға. Егер де сізде бүгін осы кітаптың тақырыбы қызықты болып сабаққа тіркелсеңіздер, талдауға қатыссаңыздар, демек сіздердің де бастарыңызда осы проблема үлкен проблема болмаса да азғантай мәселе болып жүрегіңіздің түбінде қарыздан қалай құтылсам екен деген сұрақ сізді де мазалайды деген сөз. Бүгінгі бірінші күннен бастап сіздерге өзіңізге уәде беріңіз, осы кітапты толық оқып шыққаннан кейін, біліп шыққаннан кейін мен де қарыз алмауға, қарызымды құтылуға ниеттенемін деп алдыңызға ниет қойсаңыз болады. Кітаптың ең алғашқы бөлімі адам не үшін қарыз алады, қарызға кіре береді деп аталады. Бұл жерде автор қарыз алуға адамға екі түрлі себеп бар дейді. Ең бірінші себеп желание иметь больше. Яғни адам кез келген уақытта өзінің материалдық жағдайын жақсарту мақсатында жақсы көлік міну, әдемі үйде тұру үшін қарызға кіреді. Қарыз алып жатқан кезде бірақ кез келген адам сол затты алудан басқа еш нәрсені ойламайды. Ол тек қалаған затына қол жеткізуді ойлайды. Қарызға кірудің себебі, ең бірінші себебі, оның тапқан ақшасы қалаған затына алуға жетпейді. Расымен де солай. Тіпті қарапайым мысал, біз қолымыздағы ұстап тұрған телефонымыздың өзін кредитке алып жатамыз. Кредиттің өзі қарыз деген сөз. Біз біреуге борыштар боламыз, біреуге тәуелді боламыз, өзімізді біреуге тәуелді етіп қоямыз. Соның ең басты себебі желание иметь больше. Сол орайда Сайтмұрат Давлатов жалпы қарыздарды екі категорияға бөледі. Бірінші ақылы қарыздар, екіншісі ақымақ қарыздар. Яғни глупые долги, умные долги деп бөледі. Умные долги, ақылы қарыздар дегеніміз белгілі бір істі бастауға, немесе бір теңгені 2 теңге қылатын ақшаны алуға болады дейді. Оның алдында тақырыпты да түбегейлі жақсылап зерттеп алу керек дейді. Ал енді ақымақ қарыздар деп аталатын категорияға біздің материалдық жағдайымызды жақсартуға арналған, бізге ешқашан 1 теңгемізді 2 теңге етуге жарамайтын қарыздарды айтады екен. Ол біздің күнделікті алып жүрген телефонымыз, үйге алып жүрген заттарымыз біздің осындай ақымақ қарыздарымызға жатады екен. Енді ол себеп баршамызға аян, барлығымыз шынымен де жақсы өмірге талпыну үшін не істерімізді білмей кейде қарызға кіріп кететініміз бар. Бірақ адам не үшін қарыз алатындығы бірінші себебі белгілі болды.
Енді екінші сұрақ туындайды. Енді осы қарызға кіру себебі оның тапқан ақшасы қалаған затын алуға жетпегендіктен алатынын Давлатов айтпаса да барлығымыз білеміз ғой. Сонда бұл жерде ең басты мәселе не? Неге тапқан табыс жетпейді? Осы екінші себепке келуіміз керек. Себебі кез келген адамның табысының төмен болуы, оның дәл қазіргі білімі көп ақша табуға жеткіліксіз екендігін дәлелдейді, дейді Давлатов. Яғни, егер сіз әрдайым қарызға кіре беретін болсаңыз, кредиттеріңіз көп болатын болса, демек дәл қазір сіздің біліміңіз көп ақша табуға жеткіліксіз. Бірақ сіз соны біле тұра, өзіңізді жетілдірмей, өзіңізді дамытпай, неге қарызға кіре бересіз? Себебі сізде мышление должника бар. Демек сіздің миыңыз қарыз алушының ойлау қабілетімен ойланады. Сіз мына бүгінгі күніміздің дадасын жаздық қой, әлемдегі адамзат екі категорияға бөлінеді. Біреуі қарыз берушісі, екіншісі қарыз алушы. Сондықтан сіздер өздеріңізді қарыз алушы категориясынан шығарып, қарыз беруші категориясына өту үшін ең бірінші мышлениемізді өзгертуіміз қажет екен. Енді мышление өзгертпес бұрын, мына екінші себеп неге біздің тапқан табысымыз жетпейді деген сұраққа автор сіздің дәл қазіргі біліміңіз жетпейді деп автор айтып отыр, бірақ кез келген уақытта өзінің күшті жақтарын дамытып, керекті дағдыларды үйреніп, алға қарай ұмтылатын болса, өз идеяларын қорықпай жүзеге асыратын болса, кез келген адам көп ақша табуға болатындығын білу керек дейді. Енді қарызға кіріп кету әрқашан жеңіл. Сондықтан сіздер бүгінгі бірінші бөлімнің соңында Сайтмұрат Давлатовтың айтқан әңгімесін, айтқан кеңесін тыңдай отырып, өзіңізге, миыңызға бір түрткі беріңіз. Мен қарызым көп, демек менің дәл қазір білімім көп ақша табуға жеткіліксіз. Бұдан былай мен өзімнің күшті жақтарымды зерттеп, өзімді дамытып, көп ақша табуға ниет еттім деген ойды ойлануымыз керек. Мышление должника адамда қай кезде қалай қалыптасатындығы жайлы келесі аудиодан айтатын боламын. Бүгінге сіздерге тапсырма өзіңіздің іс-әрекеттеріңізге, өзіңіздің алған қарыздарыңызға талдау жасай отырып, ойлана отырып, шын мәнісінде сіз ең алдымен қарыз алатын кезде сол затты алуды ғана ойлап, ең алдымен қарызды кімнен алсам екен деп ойлап, керісінше мен бұл затты алу үшін табысты қай жағынан арттыруым керек деген сұрақ мазалайды ма, мазаламайды ма? Осы сұрақтарға жауап іздеп көріңіздер.